Қайырлы күн, құрметті марафонға қатысушылар. Біріншіден, марафонға қош келдіңіздер. Сіздердің алдарыңызда мен осы ерік-жігер саласы бойынша, әдет қалыптастыру саласы бойынша қолымнан келгенше адамдардың өмірін өзгертуге септігін тигізсем деп жүрген, осы саланы зерттеп, практика жүзінде жасап, нәтижесін көріп жүрген мен Қарасақал Жақсылыұлы. Бүгінгі сіздермен бөлісетін тақырып, яғни ерік-жігер. Ерік-жігер дегеніміз не? Жалпы ерік-жігердің қандай пайдасы бар және оны көтерудің жолдары. Көбісіміз қазір мінекей бастағанымызға біраз уақыт болды марафонды, сондықтан да былайша айтқанда желіміз шығып, ішкі сеніміміз әлсіреп, шын мәнінде марафоннан шығып қашып кеткіміз келіп жүр. Неге? Өйткені біздің ерік-жігеріміздің, ішкі сеніміміздің әлсіздігі. Сондықтан да бүгін арнайы осы диетолог ханымдардың өтініші бойынша мен сіздерге осы ерік-жігер берсем деген ниетпен, шын мәнінде алға қарай ұмтылуға бір септігімді тигізсем деген ниетпен алдарыңызға шығып отырмын. Әрине, жалпы ерік-жігер дегеніміз не? Ерік-жігер дегеніміз яғни адамның ішкі бір күші, бір нәрсені жасаудағы ішкі күші деп айтсам болады. Өйткені мысалға сіз кез келген уақытта біз бір нәрсені жасайтын кезде ішкі күшіміздің әлсіздігінен біз сол нәрсені жасауға ерік-жігеріміз жетпей жатады. Сондықтан бұл ерік-жігер дегеніміз біздің ішкі күш, ішкі состояние. Жалпы түсінікті болды деп ойлаймын ерік-жігер дегеніміз. Енді ерік-жігердің қандай пайдасы бар? Яғни айтып тұрғандай белгілі қандай пайдасы бар екен. Сіздің егер ішкі күшіңіз, ішкі сеніміңіз, ішкі ерік-жігеріңіз мықты болатын болса, сіз кез келген нәрсені былайша айтқанда шашып тастай аласыз. Кез келген нәрсені жасау сізге мүлдем қиындық келтірмейді. Неге? Өйткені сіздің ішкі состояниеңіз мықты. Ерік-жігерді қалыптастырудың өзіндік техникалары бар, өзіндік жаттығулар бар, және кез келген нәрсе тұрақты түрде істеу арқылы нәтиже береді. Сондықтан ерік-жігерді қалыптастыру да сіздің күнделікті жасап жатқан жаттығуларыңызға, әрбір істеп жатқан істеріңізге байланысты нәрсе. Барлық адамның бүкіл несі бір-біріне байланысты. Сондықтан да ерік-жігер, егер адамның ерік-жігері күшті болатын болса, ол кез келген арман мақсатына, өзінің қалаған салмағына, мысалға салмақ тастаймыз деген ниетпен келдіңіздер ғой. Сондықтан да көп жағдайда ана марафонға барады, қыздар мына марафонға барады, бірақ әрқайсысынан шығып кете береді. Неге? Өйткені ерік-жігер, ішкі күштің жетіспеушілігінен осы нәрседен шығып кетеді. Ол мың түрлі сылтау айтуыңыз мүмкін, шынтуай айтып келгенде ол ішкі күштің, яғни ерік-жігердің әлсіздігі. Сондықтан да құрметті марафонға қатысушылар, азды көпті сіздермен ерік-жігерді көтеретін, ерік-жігерді күшейтетін техникалармен бөлісіп кетейін. Яғни ең бірінші өзі ерік-жігер деген нәрсе таңғы уақыттан басталады. Адамның ерте тұруы, ерте тұрып өзіне кішкене уақыт бөлуі, көңілді жүруі, сол нәрселердің барлығының жиынтығы адамның ерік-жігерінің күшеюіне септігін тигізеді. Бір нәрсемен ғана бүйтіп қалып оны көтеріп жіберетін нәрсе емес, оның өзіндік техникаларын, жаттығуларын тұрақты түрде жасаған кезде ғана ол өз нәтижесін береді. Соны естен шығармаңыздар. Былайша айтқанда сиқырлы таяқ іздемеңіздер. Келдім болды, менің арты салмағым өзінен өз кетіп қалады екен деген ой болмасын. Барлығы тікелей сіздің қатысуыңызбен, сіздің ерік-жігеріңіздің қатысуымен болатын нәрсе. Мен өзімнің тәжірибемде қолданатын ерік-жігерді көтерудің техникаларын бөлісіп өтейін. Азанда тұрған кезде кез келген адам ұйықтан тұрғаннан кейін бүкіл дене ұйықтап тұрды ғой, бүкіл клеткалар құлшыныс болмай тұрады, ештеңеге зауық соқпай тұрады. Сол кезде ең бірінші көңілді ән тыңдау керек. Мажор деп айтады ғой, музыка тілінде айтқанда мажорный ән тыңдау керек, және оның сөздері сізге рух беретіндей болу керек. Менің қолымнан бәрі келеді деген ән тыңдау. Лажы болса сол ән сөзі сізге әсер ететіндей ән тауып алыңыз.
бір рух беретін, ішкі рухты оятатын кейбір әндер болады ғой, еріксіз бір орныңнан тұрып анаң рухы сенің неңді көтеріп жіберген кезде бір энергияң тасып кететін. Вот сондай әнді тауып алу керек, бір емес бірнешеуін. И соны тыңдау керек. Соны тыңдап бүкіл клеткаларды оятып алғаннан кейін екінші очередь жаттығу, дене жаттығу. Дене жаттығу кез келген аурудың да, көңіл күйдің де барлығын тікелей септігі ол физический нагрузка. Соны естен шығармаңыздар. Бірінші көңілді ән тұра салып, сол көңіл күй, керемет көңіл күймен керемет жаттығулар, яғни сіздерге берілді. Сол жаттығуларды бірден қатты жасамасаңыз да, өйткені денеге қатты нагрузка берсең де адам денесі отказ береді. Сондықтан аздан тәттілеп аз-аздан үздіксіз бірақ қарып шығамын деп, бірақ секіріп түсемін деп мертегеде жатады дейді абайлам. Сол сияқты бірден бәрін істеп тастаймын деп олай асықпаңыздар. Барынша тұрақты істеп әдетке айналдыруға тырысыңыздар. Сонда ғана нәтижесін береді және сіздің өмірлік бір керемет ұстанымыңызға айналатын болады сол нәрсе. Сосын бір 10 минуттай өзіңіздің бір ішкі состояние, көңіл күйіңізге, айналаңызға бір алғыс айтыңыз. Өзіңізді осы күйінде қабылдаңыз және ары қарай өз армандаған салмағыма, өзімнің қойған мақсатыма жетем деген ішкі сеніміңізді оятыңыз. Сіздермен бөлісейін деген азды көпті ақпаратын осы. Аз болмаса білетін нәрсе ғой деп ойламаңыздар. Біз барлығын білеміз әрине, бірақ бізде әрекет жасаудың жоқтығынан біз нәтиже көре алмай жатамыз. Сондықтан да әрекетін жасаңыздар. Осы 3 нәрсені күнделікті жасап жүретін болсаңыздар, кешке дейін энергияларыңыз тасып, ерік-жігерлеріңіз артып, қалаған нәрселеріңізді нәтижелі, берекелі түрде орындай аласыздар. Сондықтан да құрметті марафонға қатысушылар, осы жаттығуларды жасау арқылы сіздердің ерік-жігерлеріңіздің көтерілуіне септігін тигізем деген ниетім бар. Сәттілік сіздерге. Тоқтамаңыздар, алған беттеріңізге қайтпаңыздар. Қалаған нәтижелеріңізге жеткенше өз ерік-жігерлеріңіз сарқылмасын. Баршаңызға тағы да сәттілік. Аман, сау болыңыздар.